Кайырлы күн достар. Сіздерге электронды түрде соңғы очередь алуды көрсетемін. Ол үшін egov.kz порталына кіріп тіркелесіз. Яғни войти деп басасыз, жоғары жағында тұр. Одан кейін одноразовый парольмен, не болмаса ECP ключіңіз болса, ECP-мен кіре аласыз. Онда аты жөніңіз тұрады мына жерде. Содан төмен түскен кезде бронирование, очередь операцион деп жазылып тұр. Мына жерге заказать услугу онлайн басамыз. Иініңіз жазылып тұр, регион жазасыздар. Мен Қызылорданы таңдаймын. Қызылорда. Өздеріңіздің қалаларыңызды таңдайсыздар. Атырау, Ақтау, Алматы деп. Өздеріңізге жақын сонда таңдайсыз. Маған Қорқыт Ата. Қандай бағытта барасыздар? Документирование дегенді ашсаңыздар, мына жерде жоғары жақта қазақша аударып алсаңыздар болады. Мына жоғары жағында тұр. Қазақша түсінбесеңіздер, қазақша аударып алыңыздар. Төменге түскеннен кейін мына жерде оралман мәртебесі, өз бетінше жұмысқа орналасу, Қазақстан шегінен. Осы жерлерде барлығы жазылып тұр. Біреуін бүйтіп таңдайсыздар. Не болмаса мына жерде операционный зал дейді. Арнайы мемлекеттік жәрдемақылар алу, жеке кәсіпкерлік субъектілер деп осылай таңдап отырып, бір вариантын таңдайсыздар. Маған куәлік керек, сол үшін куәлік таңдадым. Күн таңдайсыз, қай күнге алғыңыз келіп тұр. Мысалға, маған 11-не сағат түстен кейін керек. Сағат 3-ке дейін. Бұл Астана уақытымен. Сағат 3 болса, Қызылорда уақыты бойынша, батыс уақыты бойынша 2 болады. Таңдаймыз. Броньдау. Міне. Алдын ала броньдап, осылай соңға кезекке тұрсаңыздар болады. Жақсы, сау болыңыздар.